Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын, 4 қана заттан тұратын, оңай және тез дайындалатын жұмсақ песочный печенье рецептімен бөлісемін. Дайындау бізге 3 жұмыртқа, 300 грамм ұн, 150 грамм шек керек, 100 грамм сары май, 10 грамм қопсытқыш керек болады. Ең алдымен сары майымызды ерітіп аламыз. Үстіне жұмыртқамызды шағып, шекер, ұнды және қопсытқышымызды бірін-кетін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қоспамыздан қамыр жасап, қамырымызды қолымызбен домалату арқылы кішкентай домалақ пішінді печенье жасап, пешіміздің листына теріп шығамыз. Қалауларыңызға көре ішіне творог, варенье немесе шоколад салсаңыздар болады. Печеньелер асты жабысып қалмас үшін листтарымыз майланған болуы керек. Листқа терілген печеньелер үсті вилкамен әшекейлеп басып шығамыз. Дайын болған печеньелерімізді 200 градуста 10-15 минут пісіреміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Қаламқас.